басқалар керек емес мүлдем. Жалғыз қалған артық, егер жанымда болмасаң сен. Тек сен маған керегі, сенсің, тек сен басымда менің. Тек сен маған керегі, сенсің, тек сен. Егер есікті ашсаң, дәл қазір келемін. Филология факультеті туралы не білеміз? Барлықтарына филология факультетінің қайда орналасқаны қызық болар. Ендеше филология факультетінің қайда орналасқанын бірге көрейік. Балалық шақты, өшкеніштегі жырағымды жақтың, көзіме сендей қасыңда жаттым мен. Универге кірер алдында ID картаңызды ұмытпаңыз. Емес мүлдем. Жалғыз қалған артық, егер жанымда болмасаң сен. Филология факультетінде оқыған да арманда, оқымаған да арманда. Ендеше осы факультетімізге кішігірім шолу жасайық. Басымда менің, тек сен маған керегі, сенсің, тек сен. Әр филолог Абайдың кісілік кодексін білу міндетті. Және де біздің Абайдың кісілік кодексі 19 тармақтан тұрады. Менің ең сүйікті тармағым жүрегінің түбіне терең бойла. Мен тек сені күтем, керек жоқ олар мүлдем. Жалғыз қалған артық, егер болмасаң сен. 1934 жылы Қазақ ұлттық университетінің ашылғанына 3 жыл өткен соң біздің филология факультетінің іргетасы қаланды. Сен қай факультетте оқисың? Филология. Ой, сен мұғалімсің ба? Филология ғылымының іргетасы 17 ғасырда Еуропада қаланған болатын. Алайда осы күнге дейін филология жайлы бірі білсе, бірі білмес. Біздің факультет жайлы өспе әңгімелер өте көп, және осының шындығын бүгін ашайық. Кітап филолог үшін ең керемет сыйлық. Әрине, кітап ең керемет сыйлық, бірақ филологтар тек қана кітап оқумен шектелмейді. Біздің факультетте өнерлі жастар көп. Түрлі аспаптарда ойнайтын, ән шырқайтын, театр өнеріне қызығатын және өздерінің авторлық шығармаларын жазушы жастар көп. Филологтың дипломын алдың, енді сен кәсіби мамансың. Филология өмір бойы оқуды және дамуды қажет ететін кәсіби саланың бірі. Филолог тек мұғалім болып жұмыс істей алады. Бұл әрине қате пікір. Филология тіл, әдебиет және мәдениетті зерттейтін кең ауқымды сала. Оны бітіргеннен кейін әртүрлі мамандықта жұмыс істеуге болады. Тыңдап көремді, мұңды емес көңілді. Бүгін филология факультеті туралы ақпаратпен таныстыңыздар. Ендеше сіздерге ақпарат қызықты болды деп ойлаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Комментарийға бота топ деп жазып кетіңіздер.